Біз қазір 14-ші ғасырға түсіп кеттік, достар. Не себепті екенін қазір білетін боласыңдар. Барлықтарыңа сәлем, достар. Бүгін біз өздерің көріп тұрғандай терең тарихтың, ұлы мәдениеттің, рухани мұраның алтын бесігі Түркістан қаласындамыз. Әлемге әйгілі Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің тарихи қазынасына келіп отырмыз. Енді бүгін сендерге осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің тарихын және де УБД-да кездесетін кесенеге байланысты сұрақтардың барлығын бірге білетін боламыз. Сондықтан да соңына дейін көріңдер. Ал енді достар, біздің тарихтан УБД экспертіміз Әділет ағайдан осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің қай жылы құрылғанын сұрайтын боламыз. Кеттік. Ал енді Әділет ағай, өзіңіз толығырақ айтып өтсеңіз, осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қай жылы құрылды және тарихы бойынша? Құрылу тарихына тоқталып кетсек, ОБД-да мынандай бір сұрақ келеді. Осы кесенені салдыртқан кім деп сұрақ қояды. Ол бізде Әмір Темір деген билеуші бар. Сол кісі салдыртқан болатын. Және де нақты ғасырмен айтқан кезде 14-ші ғасырдың соңына қарай салдыртқан болатын. Осы кесене жайлы тағы не айта аласыз толығырақ? Ол кесенеден бөлек осы бір алаңда тағы бізде Есім хан мен Тәуке ханның жерленген жерлері бар, мавзолейлары бар деп айтуға болады. Міне біз как раз сіздің артыңызда тұрған, ол бізде Тәуке ханның жеті жарғы заңдар жинағын жазған Тәуке ханның мавзолейі болып табылады. Және де анау бір жерде қарап отырсаңыздар, ол жерде бізде Есім ханның жерленген мавзолейі бар екен. Осында екі қызық дүние бар. Алдарыңызда көріп отқан бұл бізде Есім ханның мавзолейі болып табылады. Бағана Тәуке хан секілді бұл кісі де бізде заңдар жинаған жазған болатын. Оның аты бізде Есім ханның ескі жолы заңдар жинап келеді. ОБД-да тағы да келесетін сұрақтардың бірі. Енді хандар туралы айтып өтсеңіз. Мысалға бұл жерде Тәуке хан жерленген, міне өздеріңіз көріп отырсыздар, иә. Тәуке хан мысалға ерекшелігі, ана жерде мысалы Есім хан жерленіп отыр. Екеуінің бір ерекшелік қазақ хандығы үшін екеуі де бізде дала заңдар жинаған жазған болатын. Мысалға Тәуке ханымыз бізде жеті жарғы заңдар жинады. Әйтеке би, Төле, қазақ билерімен бірге. Ясы, яғни Түркістан қаласы тек қана қазақ хандығының астанасы бола қоймай, нағыз сауданың жүрегі болған деседі. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бұл орта ғасырдың базары. Өте керемет тарихқа үңілу сәті болып жатыр. Сәлем оқушылар, сіздермен Әділет ағаларыңыз, және бүгінгі күні біз сіздермен Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне келіп қалдық. Енді осы Қожа Ахмет Яссауиға байланысты ОБД-да қандай сұрақтар кездеседі, соны кішігірім талдап кетейік. Жалпы осы алдарыңызда көріп отқан Қожа Ахмет Яссауи кесенесін кім салдырды? Осы сұрақ келеді бізде ОБД-да. Бұның жауабы бізде әрине Әмір Темір болып табылады. Сіздер оны білесіздер, ол бізде 14-ші ғасырдың соңына қарай салдыртқан болатын. Және осы ОБД саласында Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің жанында тағында кесене кім жерленген дейтін болса, міне алдарыңызда көріп отырсыздар, бұл бізде құрметті оқушылар Тәуке ханның мавзолейі болып табылады. Ол бізде Тәуке хан осы жерде жерленген болатын. Тек қана қазақ хандығы ішінен, қазақ хандары ішінен тек қана Тәуке хан емес, сонымен қатар бізде Есім хан да жерленген болатын. Және де білесіздер, Есім хан міне тұр, осы жерде бейнеленген. Және осы Есім хан мен Тәуке хан екеуінің ұқсастығы қандай? Әрине екеуі де бізде қазақ хандығының дала заңдар жинаған жазып шығарған болатын. Қандай заңдар жинаған? ОБД-да ол да сұралады. Мысалға бізде Тәуке ханның жеті жарғы заңдар жинағы, сонымен қатар Есім ханның ескі жолы заңдар жинақтары бізде ОБД-да сұралады.